Мен аға лейтенант Надилов Илнур Тердебесович болам. 55-13 әскери бөлімдегі материалдық және техникалық қамтамасыз ету рота командирін тәрбие жөніндегі орынбасарымын. Өзім туралы айта кетсем, Ақмола облысының тумасымын. 1998 жылы дүниеге келдім. Ұлтым татар. 2016 жылы Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әскери институтына оқуына түсіп, 4 жыл оқып, 2020 жылы алғашқы әскери лейтенант шенін алып, оқу орнын бітіргем. Сол жылы оңтүстік өңірлік қолбасшылығының Тараз қаласындағы 55-13 әскери бөлімі атқыштар батальоны 1-ші атқыштар ротасы рота командирін тәрбие жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарғам. Қазіргі таңда материалдық және техникалық қамтамасыз ету рота командирін тәрбие жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарып жатырмын. Әскери институтта оқыған кезде, сіздер біліп жатқандай, 4-ші курсты бітірген кейін емтихан тапсырамыз. Емтихан тапсыру барысында маған атыс дайындығынан, атыс жаттығу БТР-80 ауыр техникасынан жаттығуы түскен. Сол жаттығуды біз түнгі уақытта орындайтынбыз. Түнгі уақытта енді өздері түсіп жатсыздар, оңай емес орындауға. Жаттығуды орындау барысында 5 деген балға мен алатын болатын курста. 5 деген балға. Сол түнде атып, емтиханды жақсы деген балға тапсырдым. Бейбіт заманымыз кезінде өздеріңіз біліп жатсыздар, оқыс оқиғалар, әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Сол оқиғалардың біреуі өзімде де сондай болған. 2022 жылы біліп жатқандай қаңтар оқиғасы болған кезде әртүрлі құқық бұзушылық болғанына біз қарсы шығатынбыз. Өйткені ол біздің міндетіміз. Қызметті атқару барысында мен қасымда тұрған жауынгерлік досыма, былай айтсақ, гранатаны шоқ ететін болатын. Мен оны сол жерінен көтеріп шығарам болатын. Ерлік деп санамаймын, бірақ өзіме естелік қалған оқиға болған. Былайша айтқанда, кішкентай ерлігім үшін ішкі істер министрінен грамота алған болған. Құрметті әріптестерге, баршаларыңызға айтатыным, қазақ тілінің мәдениетін әрбір қазақстандық азаматы, азаматша болсын, білу керек, құрметтеу керек, сыйлау керек деп ойлаймын. Барша қазақстандықтарды, құрметті әріптестерді, азаматтарды, азаматшыларды, сіздерді отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің жарқын болашағын үшін атқарып жатқан игі істеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, денделеріңізге саулық, бақыт ғұмыр тілеймін. Рахмет.